Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен бір жасағаннан ақ шығатын шиеден компотты дайындаймыз. Міндетті түрде видеоның соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен мен банкыларды үнемі ыстық суға содамен жуып жақсылап шайып аламын. Содан соң шиелерді де шаямын және банкілерді және оның қалпақтарын міндетті түрде стерилиздеп аламын. Банкыларды стерилдеп алғаннан соң үстіне жақсылап жуылған шиемізден осындай салма тәрілкемен бір тәрілке салып шығамын. 2 литрлік банкілерге осындай тарелканың көмегімен толтырмай саламын, ал 3 литрлікке толтырып шиелерді салатын боламыз. Банкілеріңіз ыстық суға жарылып кетпес үшін астына осылай пышақты немесе шанышқыны ұшын тигізіп қойып қойсаңыздар, банкілеріңіз жарылмайтын болады. Содан кейін бірден ыстық су құя берсеңіздер болады. Мен осылай барлық банкілерге шиелерді салып алып, үстіне қайнаған суды құйып шықтым. Және ол суда міндетті түрде шиелеріңіз тура 20 минут немесе одан көп тұрғаны абзал. 20 минут уақыт өткен соң, осылай бетіне шиелеріңіз түсіп қалмас үшін арнайы крышканы жауып, суын тағы да үлкенірек ыдысқа құйып, тағы бір қайнатып аласыздар. Мен үлкен кастрөлге тамақ пісіріп жатқандықтан, осындай шағын кастрөлдерге құйып, тағы бір қайнатып алдым. Суын қайнату барысында енді қантын салып бастаймыз. Осындай 2 литрлік банкілерге дәл осындай стақанмен 2,5 стақан саламын. Яғни ол деген шамамен 300 грамдай болып қалады. Ал 3 литрлік банкілерге 2 стақан толтырып саламын. Ол деген 400 грамға жақын болады. Мінеки біздің суымыз қайнады. Мен осындай жапқыштың көмегімен жабамын. Өзіме өте ыңғайлы. Өздеріңізге ыңғайлы жапқыштың көмегі арқылы банкіңізді жабасыздар. Достар, менің каналымда түрлі тағамдардың, шайға арналған тәттілердің, салаттардың түрлі рецептілер бар. Каналға міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Банкіні жапқаннан соң міндетті түрде еңкейтіп қарағандарыңыз жөн. Себебі банкіден су ақпауы тиіс. Егер сіздердің банкілеріңізден су ағатын болса, тағы да бір жауып көріңіздер. Және түбінде осындай қалған қантты еріту үшін осылай бірнеше рет аунатамыз. Қанты әбден ерігені жөн. Су ыстық болған соң қанты өте тез ериді. Осылайша біз барлық банкімізді жауып, ең соңынан осылай тексеріп, қанты еру үшін аунатып аламыз. Осымен біздің шиеден жасалатын тәтті компоттарымыз дайын. Дайын болған соң төңкеріп, бетін жауып қоямын. Бір түн өткен соң бетін ашып, компоттарды орнына қоямын. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған мөлдір, видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет.